дәрі қобдиша, яғни аптечканы қай жерде тұрғаны дұрыс және қандай дәрілер болуы керек? Сәлем достар, сіздермен оңай медицина. Дәрі қобдиша кез келгеніміздің үйімізде болу керек. Үйіңізде науқас болмаса да, денсаулығыңызға ешқандай ақау кездеспесе де, алғашқы көмек көрсететін дәрілер табылуы міндетті түрде керек. Ал бар болған жағдайда көпшілігіміз оның ішіндегі дәріге мүлдем назар аудармаймыз. Мүмкін арасында жарамдылық мерзімі өткен, дұрыс сақталмаған, немесе қабылдауға жарамайтын дәрілер бар шығар. Егер сіздің аяқ астынан ішіңіз, тісіңіз, немесе басыңыз ауырған жағдайда, оның пайдалану мерзіміне қарамай іше салуыңыз мүмкін. Немесе өзіңіз болмаған жағдайда үйдегі жасөспірім немесе қариялар қайталауы мүмкін. Сондықтан дәрі қобдишаның ішіндегі дәріге өте мұқият болу керек. Ендеше дәрілі қобдиша қай жерде тұру керек? Егер ол бос болса, кез келген жерге қоюға болады, ал іші дәріге толатын болса, онда дәріні сақтаудың ережесі мұқият сақтағаныңыз дұрыс. Кез келген дәрі күн тимейтін, балалардың қолы жетпейтін, әрі салқын жерде тұру керек. Барлық дәрінің сыртында атауы мен жарамдылық мерзімі көрсетілуі керек. Сонымен, алғашқы медициналық көмек ұсынатын қобдишада міндетті түрде қандай дәрілер болуы керек? Біле жүріңіз. Ең біріншісі таңу материалдары. Стерилді таңғыш, таңу үшін, мақта немесе мақта жастықшалары, бұрау, яғни жгут, қан кетуді тоқтату үшін, және де медициналық жапсырғыштар. Екіншісі, қанды тоқтататын жара мен күйікті емдеуге арналған дәрілер пантенол, күйікті және жараны емдейді. Майызды жағудан алдын күйген теріні салқын суға ұстап, шамамен 15 минуттан соң пантенолды жақсаңыз, оң нәтижесін міндетті түрде беретін болады. 3% сутегі асқын тотығы. Қан кетуді тоқтатады, әрі жараны микробтан қорғайды, жарақатты жуады. Йод пен жасыл дәрі, яғни зеленка, жараларды дезинфекциялау үшін таптырмайтын сұйықтық екенін біле жүріңіз. Және де суық пен тұмауды емдеу үшін ішетін дәрілер парацетамол, дене қызуын түсіреді. Егер қызу ересектерде 39 және кішкентай балаларда 38 градустан жоғары болатын болса, дереу осы дәріні ішіңіз. Тұмау мен суықтың алғашқы белгілерінде терафлю, антигриппинді неғұрлым тезірек қолданатын болса, соғұрлым жақсы әсерін береді. Және де ангримакс, инфлюензастат, колдрекс дәрілерін тұмау мен суық тиюді емдеу үшін дәрі қобдишаға салуға кеңес береміз. Қақырық түсіретін АЦЦ препаратын қолданған жақсы. Бұл ересек адамдарда дозасы 200 мг күніне 3 рет, ал кішкентай балаларға 200 мг 2 рет қабылдайды. Тыныс алуды жеңілдету үшін нафтизин, галазолин, санарин, називин препараттар қолданылады. Ауырсынуды басу үшін фестальмизим ас қорытуға көмектеседі, және де белсендендірілген көмір тағамнан уланған кезде керемет дәрі болады. Гистаминге қарсы дәрілер кларитин, диазолин, тавигил, супрастин деген дәрілерді аллергия мазалағанда ішесіз. Оған қоса дәрілі қобдишаңызда міндетті түрде дене қызуын өлшейтін термометр, қайшы, өлшейтін стакан, және де артериялық қан қысымын өлшеуге арналған құралдар, жылытқыш, мүсәтір спирті болуы керек. Міне осы дәрі-дәрмекті дәрі қобдишаңызға салып, қайсы дәріні қай ауруға емдеу үшін ішетін білсеңіз, алғашқы көмекті өзіңіз-ақ көрсете аласыз. Бірақ 2-3 күнге созылған дертті өзіңіз үйде емдеуге тырыспаңыз. Міндетті түрде арнайы маманның кеңесін алуға кеңес беремін.